Ал сәлем достар, сіздер Әдет пен Нұрдәулет каналындасыздар. Бізде бүгін қонақта Жасмин, Әділет, Нұрдәулет. Бүгін бізде новый челлендж. Бүгін бізде угадай вкус чипсы деген челлендж. Сіздерге ойынның шартын түсіндіріп кетейін. Например, мен көзімді жұмып тұрамын. Әділет пен Жасмин бір чипсы таңдап, және де мен оның аты мен және дәмін табуым керек. Ал кеттік. Ал бізде бірінші раундта Әділет бастайды. Ал кеттік. Көзімді жұм, яшек ұстап тұр. Құлағыңды да жұмып тұр, ато дауыс естіліп қалады. Давай, кеттік. Болдың ба? Иә. Нә, көзіңді аш. Исіңді де көрсең болады. Сыр. Қайсысы? Қарап тұр. Сленг по-моему. Сленг па? Иә. Соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. Дұрыс тапты Әділет. Сленг мұны. Әділет молодец, чипсы көп жейді ғой. Давай енді Жасмин басасын. Ал енді кезек Жасминда, кеттік. Міне, Жасмин. Көзін аш. Я, көзіңді аш. Қандай да? Жасминге бітейік. Дәмін таппай қойсын Жасмин. Тек атын тапса болды. Қайсы деп ойлайсың? Бүйтіп көрсетесің? Не болды? Лейс деп ойлайсың ба? Ол Жасмин қателесті. Негізді. Гризли. Я, Гризли. Ал енді кезек менде. Кезек Нұрдәулет ағада. Давай Жас таңдақ. Мен құлағым жауып тұрмын. Хоп, нан. Ооо. Мынау сыр ғой. Сырдың дәмі точно. Менің ойымша фан деп ойлаймын. Жоқ, қателесің. Лейс па? Сыр да емес екен. Та кеттік енді Әділеттің кезегі тағы да. Көзіңді жұм. Бізде пока что тек Әділет қана тапты. Ал Жасмин екеумізде 0-0 очкодан. Жасмин мәз. Жайыл. Я, дәш сені естіп қоймай, құлағыңды жауып тұр. Болды, Әдеш, давай. Ох, қайсысы? сырға саптыр қойым. Дәмі қандай екен? Зеленый лук. Сметана с зеленой лукой. Тут много. Осы ма? Иә. Әділет дұрыс тапты. База жоқ, Әділет айтты ғой. Чипсы көп жейді. Сметана зеленый лукай деген қалай кетті. Жасмин бере кездеше күшті ұстады негізі. Наны әдейі пысқырап тұрып та надан алды ғой. Базар жоқ, Жасмин үй жоқ. Давай, Жасмин кезек. Болды, Жасмин, давай. Вау. Күшті чипсы, оны ма? Давай, Жасо. Так. Қайсы деп болса? Мынау дейсің ба? Чипсоны. Жасмин қателесті. Негізі мынау ғой. Гризли ма? Чипсоны. Жоқ, бірақ чипсоны екен. Дәл тапты бірақ. Баға береміз да. Бағаны айттық қой. Onda dəm tapmasa болды, тек фирмасының тапса болды деп ше. Болды, Жасминде онда бір очко. Енді мен кезегім.
2, менікі 1, аннакі 0. Вот Нұрат таған кезегі болды. Менің барынша тағып отыр. Ой. Иісі көшті екен. Менің өмірше бір көрейші қазір. Фандың науы деймін, икра деген. Икра деген. Қателестің ма не? Сленг па? Мен біреуінде тауымын Қой наны бердің ғой. Анау бес, ананы берді. Бүйткем, сосын... Мен алданып қалдым бозын. Камера түсіріп отқан, мен алданып қалдым достар үшін. Бір итог жасайық. Әділетті 2 очко, Жасминде 1 очко, менде попережденный 0 очко. Давай кеттік екінші тур. Ал енді побежденный әділетті жеңуге тырысайық барынша Жасмин, да? Уа, дегесі. Тыңдаватыр. Сразу крабпен иісі шықты. Сразу краб. Фан. Фан. Фан мына крабы. Көш? Крабы? Ой, әдіштіші. Қанша алуға тырыссақ ташы, атылмайым дейді ғой, вообще. 3 попытка жасады, 3-інде де оттау уже. Молодец, әділет. Әділетке лайк басуы стоит қой, е. Так, кеттік енді, Жасмин кезегі. Ал енді Жасминнің кезегі, давай Жасмин барынша алуға тырысайық әділет. Бұл біздің күшті алды. Давай. Давай, Жасо. Жасминнің күлкісі алып кетеді. Дәмін көр. Бір қарап шықса, формасы қайсысына келеді екен. Бір көр. Көр. Исін көріп отырым. Осы деп ойлайсың ба? Жасминде уже 2 очко. Молодец, Жасмин. Ал менде попережденный 0 очко. Енді осы да отуға тырсам енді. Кел. Нұрдәулеттен аған несі келді? Кезегі. Давай, кел. Дай, мен тонай. Мен барынша алдым дұрыс па? Давай. Қанша чипсилер алабасыңдар өзі? Болма? Ашат я. Вау! Мынаның дәмі необычный екен. Ешқандай сырға да, ешқандай сметана лукқа да ұқсамайды. Менің өмірше кетчуптың дәмі шығады. Қандай кетчуп бар? Гризли паприка деп ойлаймын мен. Дұрыс па? Угадал. О, менің бірінші очком айттым ғой отамды. Енді әділетте 3 очко, Жасминде 2 очко, менде 1 очко. Кеттік енді кезек. Ал енді осы раундта әділетті отамыз деп ойлаймыз. Кеттік. Жасмин. Давай. Ешкет тұрған жоқ қой. Болды ма? Давай. Зеленый лук деген жауы. Сыр.
На вкус фан. Не, Фан? сыр с Қайсы? фаном. Міне, мынау. Жоқ, қателесті әділет. Өмірде бірінші рет. Аны А, бөлісті. мынау, а? Әділеттің бірінші ұтылған раунды. Әділет. Әділде негізі Жасминде шанс бар, менде шанс болмаса да ұтылған. Кеттік Жасмин кезегі. Кезек Жасминде, Жасмин ең күшті алдайтын адам. Жасминнен алды ас түсуге тырысайық, Кеттік. Көп заттар албадыңдар ма? Міне бір ақшты қалды. Давай. Бәр нелерді? Тұғылдап шықтық қай. Бәріміз шықтық қой, әдейі Жасминнің алды алмақ үшін. Ойбай. Настроена. Жасмин біліп қояды ой, что-то. Ой, біліп қойды Жасмин. Қалай, Жасмин-ай. Жоқ, мен көрген жоқпын, мен бүйтіп тұрған бүйтіп. Жон, болып жарайды. Осы очконы Жасминге санайық. Жасминде 3 очко, әділетте 3, менде 1. Ал, Нұраттағаның кезегі. Чаш, итіп алдамасай. Болды ма? Ту, қайсы екен есі үлгермедім ғой? Қайттан нау емес па? Не, білмеймін, нотын. Нау деп ойлаймын мен. Осы ма? Қош? Оқио, менде 2 очко. Жасмин мен әділетте 3 очкодан. Ал бізде новый қонақ, сенде соңғы раундты Тамирис таңдасын. Кеттік. Тамиристі көзін жұмайық. Болды, давай, таңдайық үшеуміз. Тамириске жабыламыз. Давай. Болды, Тами көзімді ағаш. Тамирис тауып қойып жақты қазір. Ескімей сразу. Қайсым? Қайсым әден? Қайсы? Ар жақтағы ма? Серім. О, сырым дейді. Сырым дейді базар жоқ. Науда сырым ғой бірақ. Нечо, Тамириске кішкентай ғой енді бұны. Тамириске осыны 1 балл берейік. Ал енді осы челленджіміздің результаты менде 2 очко, Тамиристе 1 очко, ал Жасмин мен әділетте 3 очкодан. Значит, оларда тең. Ал достар, сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, және де подписка басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.